Сәлем достар, бүгін тұздың не екендігі туралы және де оны шамадан тыс қолданған жағдайда қандай ауруларға әкеп соғатындығы туралы айтатын боламын. Тұздың пайдасы әрі күнделікті тұрмыстық жағдайда қандай жағдайларда бізге пайдасын тигізетіндігі туралы айтып, қазақтың ата-бабаларымыздың жалпы тұзға қатысты әртүрлі ойларын айтып өтетін боламын. Ал сіздер арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Тұз адам денесінің зат алмасу үшін ғана қажетті зат десе де болады. Оны қалыптан тыс өте көп қолдану жалпы зиян. Дәрігерлер тұзды қалыптан тыс тұтынудың жоғары қан қысымына және жүректің ауруына, бүйрек қабынуы сияқты ауруларға әкелетінін дәлелдеп отыр. Ғалымдардың көрсетуінше осы ауруды тудыратын нәрсе ас тұзының басты құрамы натрий екен. Яғни тұздың құрамындағы натрий осы ауруларды туғызады. Өйткені жайшылықта бүйрек натрийді организм ішінде белгілі мөлшерде сақтайды. Егер адам денесіндегі натрий кемшіл болса, бүйрек өз қызметін тездетіп, натрийді қанға өткізеді. Ал оның мөлшері шамадан көп болатын болса, бүйрек оны сыртқа шығаруға дәрменсіз қалады да, натрий қанға ұзақ тұрып қалғанның нәтижесінде ағза оны сумен сұйылтуға тырысады. Нәтижесінде қандағы су құрамын көбейтіп, қан қысымын өрлетеді. Сонымен бірге жүректің соғу реті тездейді. Қалыптан тыс көп болған натрий денеде ісік пайда қылып қана қалмастан, осы жүректің қызметін ауырлатып, жүректі әлсіретеді. Зерттеу нәтижесінде негізделгенде әдетте тұзды көп тұтынатындарға жоғары қан қысымы ауруының пайда болу салыстырмасы тұзды аз тұтынатындарға қарағанда жоғары болады екен. Сондықтан жоғары қан қысымы бар адамдар тұзды әр күні 5 грамм мөлшерінде ғана пайдаланса болады, дейді ғалымдар. Жалпы тұздың зияны тұзды күнделікті тұтынудың барысында қайталану кезінде ол денеде жинала бастайды. Бұл тіндерде натрий мен хлордың қалыпты мөлшерінің асып кетуіне әкелуі мүмкін. Одан бізде ісіну пайда болады және де қан қысымы көтеріледі. Бұл васоспазммен бірге жүреді. Соның ішінде мида натрий деңгейінің жоғарылауы бүйректің жұмысына теріс нәтижесінде зәр шығару бұзылады. Денедегі метаболиттік процестер тежеледі, ал жүрек бұл бұлшық еттің жұмысына теріс әсерін тигізеді, яғни оттегі ашығуына әкеледі. Инсульт қаупі немесе инфаркт та болуы мүмкін. Ал енді тұздың пайдасы мен күнделікті тұрмыстық жағдайда қандай әсері бар екенін айтып өтетін боламын. Жалпы тұз өзіміз білетіндей ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Яғни қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс керіске тап боласың деген ырым-тыйымдар да бар. Сондай-ақ көне көз апаларымыз тұзды иығынан 3 рет асырып сермесең, барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп жаттады. Қазақ айтса айтқандай тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары да бар екен. Біріншісі, мысалға, бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, тез арада иіс жоғалып кетеді дейді. Екінші, балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған сумен жуыңыз. Үшінші, ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Және де төртінші, егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Осындай көптеген ырым-тыйымдарымен және де күнделікті тіршілікке қажетті пайдалы кеңестері де бар екен. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.